жарты литр сүттен 2,5 килограмм осындай идеальный пряник шығатын білмеппін. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздерші. Алдымен пайдалы парақша тіркеліп алыңыз. 250 грамм мен 400 грамм ұнды араластырып, үстінен ыстықтай сүтті құйып, тағы да бір араластырамыз. Сәл суыған соң сұйық май мен 4 жұмыртқа және ванилинді салып, бір араластырамыз. Енді осы массаны теңдей 2-ге бөлеміз. Бір массамызға какаоны салып араластырамыз. Енді ұнымыздың қалған бөлігіне қопсытқышты салып араластырып алып, 2 массаға теңдей ұнымызды бөліп саламыз. Енді жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтындай өте идеальный жұмсақ қамыр шығады осындай. Енді астына аздап ұн сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатты қалың да жұқа да болмайды, орташа көлемде болу керек. Осы видеодағыдай енді противенге салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай қызарғанша пісіреміз. Піскен осылай тексерсеңіз болады. Екінші қамырды да дәл осылай жайып пісіріп аламыз. Глазур дайындаймыз. Жұмыртқаның ағозына қант ұнтағын салып араластырып, енді ақ пряниктеріміз үстінен осылай аунатып, пешке 7-8 минутқа салып алсаңыздар да керемет қатып шығады. Екіншін осылай шоколадқа аунаттық. Өте жұмсақ керемет болып шығады. Осындай әдемі пряниктерді Баджик классикалық масамара шайларымен ұсындым. Құрамында бояғыштар жоқ, қанық түске, яғни қош иіске ие.